орман еді берекелі қазақ жері ел мерекелі дәстүрлері жоғалтпаған қазағымның бұл ежелгі жүрек қана бесік той тұсаукесер сүндет той ай шіркін ай құда түсі сұрға салу беті шарымай алты бақан аясында сұлу ой жеткен қыз бозбала кең даланы әнімен әсем тербеткен естілмейді шапалақтарыңыз. Ер жігітке жарасады озып шықса бәйгеде Қошамет. балаға жарасады аңқа шашпау сәукеле жоғалмасын дәстүріміз ұмытылмасын ата баба көзіндей қып сақтайық қазақ дәстүрін шілде қана бесік той тұсаукесер сүндет той ай шіркін ай қолға түсі сырға салу беті шарымай алты бақан аясында сұлу бой жеткен қыз бозбала кең даланы әнімен әсем тербеткен Атпен емес түйеге мініп барып қайтты ғой еліне ақсақалымыз. Бәрекелді. Ал, құрмет қонақтар, отырсаңыздар болады. Аталы сөз, баталы сөз. Асқар тауда асыл көп болса, баталы сөз ақыл көп демекші. Бәрімізге әйгілі, бәрімізге белгілі ел ағаларымыздың бірі ғылыми докторы, профессор, академик атамыз Қайыртай Әмірғазин мырзаның құрметіне бір ерекше бір қол шапалақтап ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Атамыздың кіріспе тілегін тыңдап батасын алып тойымызды ашайық. Батам батпасын, батам жерде жатпасын, жортқанда жолдарыңыз болсын, жолдастарыңыз қыдыр болсын. Әнуарбек атамыздың істеген батырлық істерін барлықтарыңыз ұрпақтарыңызға берсін. Әнуарбек ағамыздың жасап жатқан істері, ақыл кеңестерінің барлығы Алла тағаланың құлағына шалынып, барлығымыз бақытты өмір сүруге жазсын. Тәуелсіз Қазақстанның нағыз батыр азаматтар, нағыз жаңағы өнер сүйген, білім сүйген мамандары дайындарда берсін. Тек қана бақытпен осы кезіп. Әумин. Аллаху акбар. Әмин. Берген батаңыз Алланың құлағына шалынып қабыл етсін. Бәрекелді. Оны тосты айтамыз енді. Ал Сұлтановтардың әулеті. Әдемілеп тұрайық, тойдың алдында бір сурет болсын. Қашан жиналамыз сіздер? Бәрекелді. қойыңыздар шықты.
Өнер сүйген халқым, шапалақтарыңыз айналып кетейін. Мына енді атамыздың құрметіне бүгін бағана ақсақал айтқандай біраз өлеңдер шығарылған, бүгін бір бейнефильмнің жақсы бәріміз бір тамашалаймыз. Сол концерттік бағдарламамыздың алғашқы әндеріміздің бірі әкеміздің құрметіне Жан аға деген авторлық әнімен сүйікті әнші қыздарыңыз Лиза Кенжебаева қарсы алайық. Алатаудай айбарлы, текті рухтың қайнары, асыл аға өзіңізсіз азаматты қайғағы, қасиеттің тұнған қаймағы, адамдықта бағаң мықты жайсаң жанаға, көңілің кең дархан пейіл дара шанаға, аман жүрші нарым жанаға. Ұлылықтың өлшемі тірегімсің еңселі, ардақ тұтам мәңгі мен сені, адамдықта бағың мықты жайсаң жанаға, адалдықта арың мықты қайсар жанаға, көңілің кең дархан пейіл дара жанаға, аман жүрші нарым жанаға. Асыл аға адалдықтың жаққан шырағы, мейіріміңді пейіліңді аңсап тұрамын, арналады өзіңізге асқақ жыр әнім, ізгіліктің қайнар бұлағы, адамдықта бағың мықты жайсаң жанаға, адалдықта арың мықты қайсар жанаға, көңілің кең дархан пейіл дара жанаға, аман жүрші нарым жанаға, көңілің кең дархан пейіл дара жанаға, аман жүрші нарым жанаға, аман жүрші асыл жанаға. Ағаларымыз аман болсын, әрқашанда рахмет. Бәрекелді. Құрметті ағайын туысқандар, біздің Әнуарбек Сұлтанович пен Үміт Мұқановнаның ең жақын, ең сүйетін азаматтары деп ойлаймын. Себебі осынша 85 жасқа өмір сүріп, бұл кісілердің туған туысқандары, шәкірттері өте көп. Солардың ішіне міне сіздер келіп отырсыздар. Біріншіден сіздерді ассалаумағалейкум деймін. Осы қадамдарыңыздан нұр бітсін, жақсылықта, аманшылықта болыңыздар. Орталарыңыз әрқашанда осындай жақсы адамдармен, ұрпақтарыңыз жақсы азаматтар болып өссін. Ал енді Әнуарбек Сұлтанович
иә, мына қайыртай айтып отыр ғой, біз екеуміз бір класста оқыдық, бір партада отырдық деп айтсақ та болады. Сол Әнуарбек Сұлтановтың алғашқы еңбек басы осы біздерді тәрбиелеуден бастаған еді. Соған қарап отырсақ, міне уже 62 жылдай уақыт өтіп кетіпті. Кеше ғана болған сияқты еді, бірақ 62 жыл, ол енді жарты ғасырдан артық уақыт қой. Міне сонда барлық қас қағым өтіп кеткені, осы біздің бір-бірімізге деген сыйластығымыз. Кеше Әнуарбек Сұлтанов бізге ұстаз болып, мұғалім болса, бүгін біз аға ініміз. Бізде міне Қайрекен айтып жатыр ғой, 77-ге келіп қалдық деп. Иә, біз 76-77-ге келдік. Бірақ сонда да біз іні ретінде осы Әнуарбек Сұлтановты жоғарыда тұтамыз. Үміт Мұқанованы жоғары тұтамыз. Себебі бұл кісілер біз үшін алдымызда жүрген енді асқар тауымыз ғой, енді асқар тауымыз. Иә. Сондықтан Әнуарбек Сұлтанов жақсы тілектер айтылып жатыр. Біз соған қосыла келе айтатынымыз, Алла тағала 85 жасты жақсы өткіздіңіздер. Соның нәтижесі міне көріп отырмыз. Ендігі алдағы уақытта да Алла тағала сіздерді тілден, көзден сақтап, шайтанның азғырғаннан сақтап, неше түрлі жол апаты дейді, су апаты дейді, басқа апаттардан сақтап, әлі көретін ғұмырларыңыз жарықтарыңыз жағынан болсын. Осылай алдымызда жарқырап жүріңіздер, ұрпақтарыңыз жалғассын. Ол жай ғана емес. Міне қазір қанша барестер келіп отыр. Барлығы өнерлі, білімді, жақсы маман, ел сыйлайтын азаматтар. Сіздердің де ұрпақтарыңыз сондай болсын. Үміт Мұқановна кеңіз осы ортамызды көркейтіп жүріңіздер. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Вот когда-то там за океаном, благодаря этому человеку, наш гимн, наше знамя, наш флаг развивался над Соединенными Штатами Америки. Юрий Мельниченко, олимпийский чемпион. На свете чемпионы на пьедестале подняли знамя своей земли. Чемпионы прочнее стали. Добрый вечер, уважаемые гости. Для меня большая честь сегодня присутствовать в числе вас на этом юбилейном вечере, посвященном достижениям и дню рождения нашего выдающегося Әнуарбек Сұлтановича. Поэтому хочется сказать, что Әнуарбек Сұлтанович лично для меня является одним из самых уважаемых и выдающихся людей, которых я знаю. Потому что его жизненный путь – это настоящий пример для подражания всем тем, кто идет следом, младше его по возрасту. Во-первых, Әнуарбек Сұлтанович подготовил целую плеяду успешных спортсменов и тренеров классической и греко-римской борьбы. Все сегодняшние успехи, которые имеет наша страна в области греко-римской борьбы, он сопричастен ко всем этим достижениям, потому что его воспитанники, благодаря полученным знаниям от него, внедрили это все в представителей следующих поколений. И сегодня мы видим, что в Республике Казахстан есть и олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Азии. Әнуарбек ага, вам большое спасибо за то, что вы такой значительный вклад сделали в развитие нашего вида спорта в целом и физической культуры и здорового образа жизни. Поэтому я хочу от лица ветеранов спорта пожелать вам крепкого здоровья, вашей супруге, представителям вашей семьи, чтобы все те ваши педагогические навыки, которые вы имеете, которые вы в течение жизни обрели, они были переданы подрастающему поколению и до бесконечности продолжались, приносили успехи и успешные результаты. Чтобы Республика Казахстан, благодаря полученным вашим знаниям, обретала с каждым олимпийским циклом новых чемпионов. Чтобы это продолжалось постоянно. И от Союза ветеранов спорта по поручению Ильсара Баймухамедовича Канагатова хотел бы вам вручить почетную грамоту в знак большого уважения и глубокой признательности от всех спортсменов Республики Казахстан. Я не слышу восторга в зале. Юрий Васильевич, спасибо большое. Чемпионы на пьедестале подняли знамя своей земли.
Ал, тілегімізді жалғастырайық. Ассалаумағалейкум, Ануарбек аға. Сіздің тойыңыз құтты болсын. Сізге шын жүректен зор денсаулық тілеймін. Сарқылмас шабыт, мықты қажы қайрат, мына ұрпақтарды еске алатын, ұрпақтарын есте қалатын, ерен еңбектерің үшін сізге рахмет айтамыз. Мына сіз бізге шәкірт, ұстаз ғана емес, ұстаз ғана емес болдыңыз бізге. Ақылшы болдыңыз, кеңесші болдыңыз. Мына шәкірттеріңіздің бойына сарқылмас қажы қайрат бердіңіз, ақыл бердіңіз, мәдениет бердіңіз. Әнуарбек аға 100 жыл жасаңыз, ауырмаңыз, отбасыңыздың арасында күліп ойнап жүре беріңіз. Әмин. Амин. Негізі Ануарбек Сұлтанович, мынау бауырыңыз бірінші келген тойға, мынау сізге ең бірінші келгеніңіз үшін мінеке. Бәрекелді. Әрқашанда осындай тойға бірінші келетін болсаңыз, үйіңіз осындай заттарға толсын. Ал жалғастырайық тілегіңізді. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, туыс-туысқандар. Бүгінгі енді Рамазан айының аяқталуына, тұспа-тұс айт мерекесіне, жұма күніне кеп тұрған Ануарбек ағамыздың мерейтойы құтты болсын. Ағамыздың енді біздің грек-рим жана Юрий Васильевич ағамыз айтқан сияқты классикалық күрестің Аягөз өңірінде негізін қалаған, сол кісінің жаңағы айтып өткен оқушылары, мына Жақсылық ағамыз бастаған, Қайыртай ағамыз, мына жерде екі Қайыртай ағамыз бар, Қайыртай ағамыз, Оразалинов Қайыртай бар. Одан кейін жаңағы соның ішінде Мұхтар ағамыз бар. Біздің Мұхтар ағамыздың біз мына жерде тұрған оқушыларымыз, Ануарбек ағаның немерелеріміз, Қайнар ағамыз бастаған, Берік ағамыз бар, Шалқар ағамыз, ана жақтан Нұржан, Санат. Енді аға, қанатыңыз талмасын, ұстаз шәкірттерімен мың жасайды дейді. Бала шағаңызбен, осы шәкірттеріңізбен енді еңбегіңіз орасан зор. Олимпиада чемпиондарынан бастап, міне қазіргі уақытқа дейін немерелеріңіздің оқушылары Азия, әлем чемпионаттарында әлі күнге дейін өнер көрсетіп, жүлделі жеңіспен оралып, үлкен орындарға жетіп жатыр. Оның бәрі сіздің еңбегіңіз жана берсін. Енді Алла тағала бұйырса 100-ге келіңіз, 120-ға келіңіз, 120-ға Алла тағала бұйырса осы шәкірттеріңіздің ішінен, немерелеріңіздің шәкірттерінің ішінен, Аягөз өңірінен осы Юрий Васильевич сияқты бір олимпиада чемпионы шығуына тілектеспін аға. Соны көріңіз, Алла тағала бұйырса. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жаңа ағаларымыз айтып жатқандай, осындай қалпыңыз енді анамыздың арқасы, апамыз жасай берсін. Бір жастықта 120-ға келіп, жаңа Қайыртай ағамыз айтқан сияқты, балаларыңызды қызықтай беріңіз. Сізбен мақтанамыз. Тарихта өзіңіздің есіміңіз қалған атамызсыз. 120-ға келіп, біз өстіп тойлап, қызықтап жүре берейік. Қызыққа, той-тойға жалғаса берсін. Үлкен рахмет. Айтқаныңыз келсін, рахмет. Ассалаумағалейкум, толға жиналған қауым. Бүгінне біз бәріміз куә отырмыз. Ануарбек Сұлтановичтің 85 жас юбилей жасына келіп тойлап жатырмыз. Және Нұрдан бауырымыз айтып кетті ғой, біздің Аягөздің ірге қалаушы грек-рим күресінің. Енді сол жаңа айтып жатқан бүкіл тектер қосылам. Ануарбек Сұлтанович, бақытты болыңыз, деніңіз сау болсын, аман болыңыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Ассалаумағалейкум, Ануарбек Сұлтанович. Ануарбек аға, туған күніңіз құтты болсын. Мерей жасыңыз жастан жасқа жете беріңіз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Мына бүгінгі күні Қазақстан грек-рим күресінің майталмандары десек те болады. Жәнегі сүттің бетіндегі қаймақтардың бәрі сіздің қолыңыздан шыққан аға. Енді Қазақстанда қаншама жаттықтырушылар бар. Солардың бәрі арманы сіздің арманыңыздан да бүгінгі күні әттең сіздің қолыңызда болмадық деген арманда жүргендердің керемет көп. Сондықтан мен өз басым сіздің қолыңыздан талай тәрбие алғаныма, осы кілемге кеп сіз талай
және әдіс үйреткеніңізге сізге мыңда бір рахмет айтқым келеді. Алла сізге тек қана денсаулық берсін, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Аман есен болыңыз. Тек қана сізге жақсылық тілеймін, отбасыңыз аман есен болсын. Әмин, әмин айтқаныңыз келсін. Рахмет, бәрекелді. Алла разы болсын. Келіңіз аға. Ал құрметті қонақтар, мына Ануарбек ағамыздың бізге ұстазымыз, екіншіден мен бала кезімнен Айкөзде бір этаж үйде тұрдық, ол кісілер 5-ші этажда, мен 3-ші этажда тұрдым. Менің анам бұл кісінің қолында тәрбие алған. Сол кісі айтып отыратын: ой, Ануарбек Сұлтановичтың сабағында как положено ақ футболкамен, қара шортимен жүретіміз деп. Киіміміз кір болып үтіктелмеген болса кіргізбейтін деп. Сол кісі сол кезде сондай бір, даже директордың өзі келіп бір баға қой деп еткен кезде ол кісі қоймайтын деп, дато сонда принципиальный күшті өткізетін, қорқатымыз дейтін. Сондықтан Ануарбек аға, бала кезден сөйтіп сізді жақсы жағыңыздан білеміз. Денсаулығыңыз мықты болсын, аман болыңыз, отбасыңызда амандық болсын. Бала-шағалардың, немерелердің қызын көріңіз, шөберелердің қызын көріп. Жаңағындай айтып отыр ғой, Алланың берген ұзақ жасын жасай беріңіз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Аман болайық, аспанымыз ашық болып, отамыз тыныш болсын. Ал ардақты ағайындар, Ануарбек Сұлтанович, мынау тек қана мынау сахнаның жұлдыздары емес, сіздердің де немерелері, шөберелері де өздерінің бір өнер шығармашылық құстаулары бар екен. Ендеше рұқсат етсеңіздер, ортада әдемі өз биімен барша немерелердің атынан Даяна қызымызға бір ерекше қол шапалақтап ортаға шақырайық. Кішкентай бүлдіршіндерімізге тек қана шапалақтарыңыз керек, бір мотивация болсын да, мотивация болсын. Даяна.
етпен бас бірге жүреді. Басқа бата береді. Құда керек бізге. Төрде патшадай болып отырған құдаларымыздан, Аймұхамед құдамыздан Илахи амин деп алақандарып жайып бата алайық. Илахи амин. Ай мүйізді аша тұяқтымай, жұпар үсті бауырсақ құлақтымай, сенде жазық жоқ, бізде азық жоқ. Ақ тілек, ақ батаны қабыл ет. Әумин. Әмин. Берген баталарыңыз Алланың құлағына шалынып қалып ет. Құдалықтарыңыз мәңгілік болсын, құдалар. Ал кешімізді, тойымызды ары қарай жалғастыратын Асқар Таудай әкеміздің шөберелері. Сіздердің қошаметтеріңізбен Адия, Айша, Умай қыздарымыз құрметте қол шабалақтап сахнаның төріне шақырайық. Негізі осындай кезде шапалақ ұру керек та, ерекше. Ата мені көркем етіп, күнде теңе қойған айын, бізді көрсе еркелетіп, айтам сөзі айналайын. Әжем менің мейірімді, әрқашанда күлімдеген, Құдай берсін пейіліңді, балапаным күнімдеген. Құтты болсын мерейтойыңыз, жақсылықта болсын ойыңыз. Анамыз бен әжеміз, анамыз бен әкеміз, біз сіздерден үлгі алып өсеміз. Анамыз бен әжеміз, анамыз бен әкеміз, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Ата әжем мен сіздерді жақсы көрем жанымен, сіздің үшін ән саламыз, қымбатсыздар бәрінен. Шүкір етіп күнімізге, сізде жан жоқ бірақ, ата әжем мен сіздерге еркелегім кен тұрады. Құтты болсын мерейтойыңыз, жақсылықта болсын ойыңыз. Анамыз бен әжеміз, анамыз бен әкеміз, біз сіздерден үлгі алып өсеміз. Анамыз бен әжеміз, анамыз бен әкеміз, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Қол соғайық. Құтты болсын мерейтойыңыз, жақсылықта болсын ойыңыз. Анамыз бен әжеміз, анамыз бен әкеміз, біз сіздерден үлгі алып өсеміз. Анамыз бен әжеміз, анамыз бен әкеміз, біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Иде. Аталарын, әжелерін бар беттерінен сүйіп қойыңдар. Жүгіріп бар. Бақ деген осы ғой. Шөбере сүйген қандай керемет. Әнуарбек Сұлтанович 1970 жылы біздің Қарақол ауылына келді. Сол күннен бастап Қарақолдың спорт саласына жеке бір өзгеше бір әлемге енді деуге болады. Атақты біздің көсеміміз
Әлихан Бөкейхан айтқан ғой, ұлтқа қызмет ету мінезден дейді. Өздеріңіз байқаңыздаршы, осы кісінің мінезіндей өте тамаша мінез ұлтқа қызмет ете алды ма? Өте қызмет ете алды деп ойлаймыз. Өйткені ұлтқа қызмет ету мінезден деп айтылады, бірақ қарап отырсаңыз жаңағы еңбекте, ұлтқа деген махаббатта бәрі де жайына қалады екен. Тек мінезің ғана болса, ұлтқа қызмет ете алады екенсің. Құрметті Әнуарбек Сұлтанович, сіз де және Үміт Мұқанқызы, сіздердің біздің ауылға, біздің ауданға, біздің облысқа істеген еңбектеріңіз шан теңіз. Міне енді бүгін көріп отырмыз, жалпы байқаймыз, сіздің Қазақстанға сіңірген еңбегіңіз шан теңіз. Сондықтан аға, деніңіз сау болсын, басыңыз аман болсын. Үміт Мұқанқызы екеуіңіз ұзақ жасаңыздар. Әрдайым Алла аманшылықпен жүздестіріп отырсын. Рахмет сізге. Ал енді Әнуарбек Сұлтанович, бүгінгі 85 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Әнуарбек Сұлтановичті қазір мен осы атамыз тұрып жатқан ауылда әкім болар алдында ағамызға келіп ақ батасын алып, атамыздың ақ батасымен сол ауылға әкім болдым. Қазір міне 3 жыл болды. Ағамыз екеуміз сол ауылдың дамуына бірігіп, өзіміздің үлесімізді қосып келе жатырмыз. Әнуарбек Сұлтановичтің үйінде талай болдық. Үміт апамыздың етін жедік, арқа-жарқа болып әңгіме айттық. Енді Әнуарбек Сұлтановичтың үйінің өзі бір музей ғой. Ішіндегі наградалар мен мадақтама қағаздарының бәрін қарап шығу үшін бір күн жетпейді. Енді Әнуарбек Сұлтанович тек қана жаттықтырушы емес, Әнуарбек Сұлтанович білім саласының үздігі, қазіргі таңда ақын, композитор. Осы біздің ауылымыздың өскелең ұрпағын тәрбиелеп жүрген ұлы тұлға, аңыз адам. Аға, аман болыңыз. Үміт апа екеуіңіз әлі талай өмір сүріңіздер. Немерелеріңіз жақсы нәтиже көрсетіп жатыр спорт саласында. Солардың енді әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болғанын көруге Алла сізге нәсіп етсін. Осылай ауылымызды дамытуына үлесіңізді қосып жүре беріңіз аға. Сізді бүкіл Қарасай ауданы сыйлайды. Бүкіл шығыс Қазақстан облысы сыйлайды. Өзіңіз туып өскен жақ. Енді Алла бұйыртса, ағамыз осы жақын арада Қарасай ауданының құрметті азаматы атағын иеленеді деп отырмыз. Сол күнге Алла сізді жеткізсін аға. Аман есен болыңыз. Ал құрметті қауым, бағанында бері талай тілектер айтып отыр. Атақты оқушылар, бапкерлері, туыстары, жақындары. Міне үлкен той дастарханда жинап отырмыз. Сол айтылған тілекке қосылам. Бәріміз аман болайық. Дастархан жақсылықпен жайылсын. Әнуарбек, енді тарих жағынан айтуға қайта жексұрын болмаймын, но бірақ баяғыда өз Әнуарбектің баласын селекционный жұмыспен кеп аягөзге спорт ойнатқа қарағандыға таңдап талапты балаларды іздегенбіз. Сонда бір топ балаларды алып кеткенбіз. Сол балалар бүгін осы жерде тойда жүр. Атақты балалар, бәрі азамат болды. Мен өте қуаныштымын. Мен бүгін ғана білдім, Талжанов сіздің аягөзіне учениктеріңіз. Мен күресте юношадан шығып кетканда, о кісі как раз взрослый команда уже күресті доғарайын деп жүрген. Сонда бүгін әңгімеде соны естіп, өте қуаныштымын. Аллаға енді көп айтатын тілектеріміз бар, но бірақ тілекке қайталап айталымды бермеймін. Келешегі 15 жылдан кейін осы списокпен, списокті жоғалтпай, қайталар жиналайық, жүз жасаныз, бәріміз аман болайық. Дастархан жақсылықпен жайылсын, бәрі ойдағандай болсын. Айтқаныңыз келсін ақсақал. Рахмет. Рахмет. Құлақ салайық, ардақты ағайындар. Тілек тыңдайық. Құрметті қонақтар, біз енді Аягөзден келіп отырмыз. Мен Аягөз спорт мектебін 25 жыл басқардым. Қазір мен де пенсияға шықтым. Әнуарбек Сұлтанович туралы бұл кісі енді аңыз адам енді. Бұл кісі тек қана спортта емес, өмірде тәрбие берген бізге адам. Талай үлгі алдық бұл кісіден. Аягөзде бұл кісінің атында 23 жыл бойы турнир өтеді, республикасы турнирі. Оған мыңдаған балалар қатысады. Осы біздің алдында шыққан біздің Картиковтар, Қойжағановтар сол жерде күресіп кетіп, әлем чемпиондары болып, кубоктарды әлемдің отқан
сондықтан да әлі де шығады деп ойлаймын. Қазір немерелері Аягөзге елді немерелеріңіз шығып жатыр қазір. Сондықтан да денсаулығыңыз мықты болсын, аман есен болыңыз. Тек қана спортта емес, бізге как адамгершілікті үйреткен ағамыз ортамызда жүре берсін. Содан кейін тағы да бізде бір үлкен аманат бар. Аягөз ауданының әкімдің міндетін атқарушы біздің атақты палуан Нұғымаров Айбек мырза келе алмады. Сол кісі маған бір тапсырма берген, осыны тапсырасын деп, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Әлем барысы. Құттықтау хат. Құрметті Әнібек Сұлтанұлы, сізді мерейлі 85 жас тойыңызбен құттықтаймыз. Сіз саналы ғұмырыңызды ел игілігіне арнаған, шәкірт тәрбиелеу ісіне өлшеусіз еңбек еткен, Қазақстан спорты мен жас ұрпақ тәрбиесіне зор үлеске қосқан ардақты ұстаз бапкерсіз. Ұзақ жылдар бойы табанды еңбегіңізбен талай шәкірт тәрбиелеп, олардың үлкен жетістікке жетуіне жол аштыңыз. Сіздің өмір жолыңыз адал еңбек пен табандылықтың ұрпақ үлгі боларлық өнегіне айқын көрініс. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, береке, бірлік тілеймін. Алдағы уақытта абыройыңыз асқақтап, ел құрметіне бөлене беріңіз. Құрметпен Аягөз ауданының әкімінің міндетін атқарушы Айбек Нұғымаров. Сонымен бірге арнайы төсбелгіні беруге рұқсат етіңіздер. Аягөз мақтанышы төсбелгісі. Парызымыз бұл деген қазағым тек қазақ үшін. Марапат Теветхан Мақал Шалқар мен Нұржан Абдидинов ағамның оқушылары. Мә, осындай кезде екі қолын жоғары көтеріп шапалақ ұру керек қой. Аягөз мақтанышы. Мә, осы кісіге любой марапаттау жарасады негізі. Қандай марапат болса да жарасады екен. Алан Нұрбек аға, керемет мені. Сіз өзіңіз айтасыз ғой, мен шәкірттермен мақтанам. Мені елдің түкпір-түкпірінен келіп жатыр. Анау Чехиядан келіп жатыр шәкірттеріңіз. Мені еліміздің әр түкпірінен келіп жатыр. Енді сіз маған бір айтқан сөзіңіз бар, Нұрбек Сұлтанович. Осы Нұрлан, сен маған кездессең осы бала кезде, мен сен чемпион мира қылушы едім деп. Әттегенде өзімді ойлаймын, осы сияқты ұстаз кездескенде енді рас бір мүмкін бір жетістікке жетіп қалушы едік деген. Сізге көп рахмет. Сізге мына халқыңыз, сізге мына Аягөз ауданын грек-рим күресін іргетасын қалап кеткен мына қаншама әлемдік додаларда топ жарған шәкірттеріңіз келіп міне жылы лебіздерін, ниеттерін білдіріп жатыр. Енді жаңа ағаларымыз бір өтіп кетті, сіз аңыз ақсақалсыз. Елге танымалы. Біз өзім енді ұстаз, сізден тәрбие сабақ алмасам да, бірақ сізді ұстаз ретінде құрметтеймін. Мен айтам, осындай Әнуарбек Сұлтанович дейтін ағамыз бар. Осы бүгін біраз азаматтар, Нұрлан, айтшылауға келе жатырым сендігі. Мен айтам, осындай аңыз адамның біз 85 жылдық юбилейіне Алматыға бары жатырмыз бәріміз. Ертең осы кісінің юбилейі. Соны осындай, совет заманында, совет мектептерінде о кісінің методасымен мектептерде сабақ берілген. Сіздің жаңағы заслуженный педагог СССР, заслуженный тренер, еліміздің заслуженный тренер. Сондықтан, аға, осы еңбегіңіз енді халық үлкен бағасын беріп отыр енді. Біз жаңа жігіттермен еске алып отырмыз. Сіздің 70 жылдыңда Дәулет ағамыз келіп, үлкен бір мұндай гүл алып келіп, сол 70 па 75 жылдық болды ма деп, сөз 70 жылдық екен. Арада 15 жыл өте шықты. Енді біз бәріміз тілейтіміз аға, сіз аман болып жүре беріңіз, тәте екеуіңіз. Сіз 100 жаңа шәкірттеріңіз айтып отыр ғой, 120 жасасын деп. Әмин дегіміз келеді. 120 жасаңыз. Ұрпақтар келебесін дүниеге, соларын қызықтарын қызықтап, жетістіктеріне қуанып, тәте екеуіңіз жүре беріңіз қол ұстасып. Алла жар болсын сізге.
Алла сізге осы екі дүниенің абыройын нәсіп етсін. Осы дүниенің абыройын біз көріп жатырмыз. Енді құрметті тойшы қауым, баршаларыңызға осы айт мүбәрак болсын дегіміз келеді. Әр үйде шаңырақта қуаныш болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық. Осы ашық аспанның арқасына осындай үлкен тойлар өтіп жатыр. Спортсмендарымыз үлкен жетістіктер жетіп жатыр. Жастарымыз шаңырақ көтеріп жатыр. Ұрпақ келіп жатыр. Осы қазақ халқы жасай берсін. Оның ішінде Ануарбек аға, сіз сияқты ақсақалдар әрқашан төрде марқайып отыра берсе, біз өзімізді керемет сезінеміз. Керемет, рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туыстар, жерлестер, ағайындар. Бүгін міне біз ұстазымыздың, әкеміздің 85 жылдық тойында бірге отырмыз, сол тойды тойлап отырмыз. Осыдан 25 жыл бұрын осы Алматының төрінде Асқар бар, әкеміздің біраз өзінің 69-70-71 жылғы шәкірттері той жасады, ол 60 жылдық болды, сол екі арада 25 жыл өте шықты. Міне, біздің қазақ атамыз айтқандай, балаларыңды тәрбиелейін деп жанталаспай қой, өзіңді тәрбиеле, балаларың салған ізіңмен жүреді деген. Міне шәкірттеріңіз сіздердің салған іздеріңізбен жүріп келе жатыр. Әлі де үлгі болып келе жатсыз. 85-ке келіп, міне 85-те қалай өмір сүру керек екен, 80-де қалай, 70-те қалай өмір сүру керек. Соның бәрін бізге үлгі тұтанып, үлгі ретінде көрсетіп келе жатсыздар. Сіздер кезінде осы балалар, кішкентай балалардың еркектік негізін оятқан сіз боласыз. Сол негізбен өмір деген ол күрес қой. Өмірде міне біз мына Алланың берген сынағына мойынсынбай, соған тәуекел етіп, жаман іске бармай, сол жаман іспен күресіп, ішіміздегі жаман нәрселермен күресіп, міне сол негізбен келе жатырмыз. Мыңда бір рахмет. Біз разымыз. Алла разы болсын сізге. Аман болыңыз. Ой, молодец. Адайдың тілектері әрқашанда ерекше. Адай Америкадан келді. Бері келді. Америка құрама штаттарынан спортсмендер сөйледі, журналистер сөйледі, әкімшіліктен сөйледі, әкімнің өзі сөйледі, суретшілерімізден бір ауыз сөз тілек болсын енді. Барлық салаларымыздан болсын. Рахмет. Мен күтіп отыр едім. Тілек тыңдайық. Менің атым Қанат, мен өзім туған жерім Сергеопол. Ануар ағаның көз астында, көз алдында өстік. Ануар ағаның екі бауыры бар, Берік Серік деген. Сол Берікпен бірге оққан мен. Енді Ануар ағаға міне мерейтой құтты болсын. Бұл енді үлкен той, жәнегі айтып жатқан тілектер, өте үлкен тілектер айтып жатыр. Сол тілектер қабыл болсын. Енді сізді бәрі білет жақсаға, сырттан естіп жатамыз. Көптеген жолдастар бар, жерлестер бар деген сияқты. Енді бәр жақсылықты өз басым, семьям тілейді сізге. Деніңіз сау болсын. Мына спорттың арқасында осындай жәнегі мықты болып жүрсіз, өзіңізді ұстап жүрсіз. Қосымша үміт жеңгеміздің арқасы. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Енді бәр жақсылықты өзіңізге тілеймін аға. Мына немере шөбере сүйіп жатырсыз, және көрдік, өте тамаша. Солардың қызығын көріңіз аға. Енді мен ағаның, өзім суретші болғаннан кейін, өнер адам болғаннан кейін ағаның портретін салған мен аға. Өзіңіз білесіз оны. Мен бүгін өзім сізге бір сыйлық алып келдім, өз туындымның ішінен таңдап. Ол натюрморт жанры спортпен байланысты. Сол туындымды естелікке өзіңізге сыйлайын деп отырмын. Рұқсат болса, соны өзіңізге тапсырайын. Ал назарларыңызды ортаға. Қазір сыйлықты берсін, енді берсін. Сыйлықты берейін деп жатыр енді ағамыз. Назарларыңыз ортаға. Мынау негізі ағамыз бәріміз танимыз ғой. Өзі салған кезде ерекше жанрмен салат. Мынау
осындай сүрет оригиналды біреу ғана, бұл ешқандай реплика, копия емес, автордың өзі сыйлауда. Сіздер осылай шапалақ ұрмай отыра беріңіздер. Бір туш болса, осындай кезде. Артында өзі жазуымен. Залға көрсетейік, аға, залға көрсетейік. Натюрморт. Енді тельниктің орнына боксерский перчатка. Құрметті қонақтар, бұл жерде тағы бір менің шәкіртім, Аягөздің мақтанышы, менің өте жақсы көретін мақтанышым. Алматы колледжінің директоры болған, Қазақстан еңбек сіңірген ұстаз, қазір республикадағы мини-футболдың президенті болған, қалай болған? Құрметті президенті. Әлемде Аягөздің 5 футболистері әлемде Қазақстанның намысын қорғап жүр. Тайтелеу, Төлеуғали, біз оны Дунай деп екілететіміз. Сол кісіге сөз берілеміз. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Осындай отырыста, осындай шарада болғаныма өте қуаныштымын. Баршаңызға мыңда бір алғыс. Аягөзді сағындық, Аягөзді жақсы көреміз. Аягөзден кеткенімізге 40 жылдай болса дегенмен, әрдайым Аягөздікмін деп өзім мақтанамын. Бағанадан бері біраз жақсы бір әдемі сөздерді айтты ағамызға. Елдің бәрі ағамызды мақтап жатыр. Мен ағамды мақтағым келмейді. Мен ағаммен мақтанғым келеді. Ендіше Анарбек Сұлтанович, Аягөздің аға бауырларыңыздың атынан тағы да бір ерекше бір сый-сияпаттары бар. Бүгін сіздің тойыңызға арнайы ән шашуымен келіп жатқан, сіз өзіңіз сүйікті әнші ұлдарыңыздың бірі Серікбол Сайлаубек. Үшін бәйгеге тігіп бастарын, адалмыз дейтін, алысармайтын асқағын. Шалғанда мынау жаныңда жүрген бақыт қой, жауға да бермес, тауға да бермес достарың. Шалғанда мынау жаныңда жүрген бақыт қой, жауға да бермес, тауға да бермес достарың. Сан тарау жолда жүрсең де бөлек, дара-дара, достар-ай достар, адал көңілді алалама. Ай, сан тарау жолда жүрсең де бөлек, дара-дара, ей дара-дара, достар-ай достар, досыңның жанын жаралама. Жасындай ойнап жан үшін әтті ғар үшін, көтеріп жүрген жұртымның нардай намысын. Достықты туғып желбіретіндер жігіттер, қуансын елім азамат ердің бақ үшін. Достықты туғып желбіретіндер жігіттер, қуансын елім азамат ердің бақ үшін. Сан тарау жолда жүрсең де бөлек, дара-дара, достар-ай достар, адал көңілді алалама. Ай, сан тарау жолда жүрсең де бөлек, дара-дара, ей дара-дара, достар-ай достар, досыңның жанын жаралама. Бойда намыс, жүрегі өрттей от жалын, достарды көрсең жалында тұрар шашының. Қаймықпас, қайтпас, қатары мәңгі бұзылмас. Қайдасың қайдасыңдар ей достарым. Қаймықпас, қайтпас, қатары мәңгі бұзылмас. Қайдасың қайдасыңдар ей достарым.
айнана. Сан тарау жолда жүрсең де бөлек, дара-дара, дара-дара. Достар ай достар, адал көңілді алалама. Ай сан тарау жолда жүрсең де бөлек, дара-дара, хей дара-дара. Достар ай достар, досыңның жанын жаралама, жаралама. Опа! Серікбол Сәлеубек. Серікбол. Серікбол бауырым, ата шақырып отыр. Ең сұлу, Серікболдың әндерін ең сұлу, ең сұлу. Қараңыздар, ортада 3 аңыз тұр. 3 легенды Серікбол. Енді сахнаның аңыз адамы Юрий Васильевич, Олимпиаданың чемпионы, және де Асқар Таудай әкеміз Ануарбек Сұлтанович. Асқар бар, бауырымыз. Бері келді. Мен де түсейін, дұрыс. Пайдаланып. Бәрі келді. Ал, дастархан басынан жайғасайық, ас қайрайық. Байқадым, басымды шайқадым, биге әбден піскен сияқтымыз. Дастархан басынан жайғасайық, отырайық, орындарымыз толтырайық, ас қайрайық. Илахи амин деп тұрар ақсақалымыздан ас қайру батасын сұрайық. Бір үзілістің уақыты кеп қалған сияқты. Илахи амин. Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Дастарханымыз мол болсын, денсаулығымыз зор болсын. Әнеге тойыңыз құтты болсын. Әулетіңіз өсе берсін, дәулетіңіз таси берсін. Балаларыңыз аман болсын, соның қызығын сізге жүзге дейін үміт мұқан екенін көрсете берсін. Аумин. Қайырлы кеш. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі Ануарбек ағамыздың жасы құтты болсын, ағамыздың жасын берсін. Айт мерекесі құтты болсын, сіздердің құрметтеріңізге ардақты ағайын. Мереке құтты болсын. Бүгінгі ақты какау болсын, той құтты болсын ағайын. Hoş geldinizler. Тамаша. Көңіл direkt бірге. Келбетіңе тамсанам, жұлдыз мысың, ай мысың, бар сұлулық тән саған, қалықтаған ай мысың, салтанатты әнімен аралаймын гүл бақты, сүйдім сені жаныммен, шырылдайсың бал тәтті. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Тамаша! Кермаралда елесің, жаутаңдаған көзіңнен, махаббаттың кемесін араласам өзіңмен. Келбетіңе тамсанам, жұлдыз мысың, ай мысың, бар сұлулық тән саған, қалықтаған ай
санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Тамаша! Той құтты болсын, ақтыққа қал болсын. Hoş geldiniz. Тамаша! Berkende! Көңілдірек бірге! Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Ал қайда, шапандарымыз қайда? Айтады ғой, нағыз қазаққа екі ақ киім жарасады екен. Бір ол шапан, екінші милицияның формасы екен, санаттың сөзі ғой, менікі емес. Бәрі дайын тұр, аспаптарымыз бәрі дайын тұр. Өз қолмен кигізіп батыр. Осы құрмет деген әрқашанда тағы бір шапанымыз қайда. Динара, тағы бір шапанымыз қайда. Жібек апамыз қайда? Жібек апа, ағамызға қамзол, шапан сізге қамзол. Мінеки, құлақтарыңызға алтын сырға. Әрқашанда осылай құрмет көрсету керек. Алыстан келген қонақтарымызға нағыз үйренетіндей. Біздің ауыл Балқаштың етегінде жасам ауылыңай, жетемін бе сарбидай, сағындым қалқай даусыңдай. Есіктің алды талғайың, басыңда тұрмас бағдайым, қалқатай еске түскенде сағынып сұндау, сарбидай әнін салғаным. Өткеннен де сұраймын, кеткеннен де құдалардың ауылай, аман ба деп сарбидай, сағындым құдай аулыңдай. Естіктің алды талғайың, басыңда тұрмайт бағдайым, құдалар еске түскенде сағынып сондай, сарғайып сонда
сары бидай әнін салғаным. Мынандай керемет талант үшін сізге әдемі бір әуендерін тыңдап отырасыз. Мынау енді Кентау атамыздан, Болат атамыздан, Баттал атамыздан, Ералы Жұмаш аталарымыз атынан сізге осындай бүгінгі тойымыздан естелік сыйлық. Сол кісілердің атынан қабыл алыңыз. Мә тойымыздың алғашқы суреті. Бәрекелді. Енді әрине осындай беделді бәрімізге танымал ағаларымыз келуде бүгінгі тойымызға. Кентау ағамыздан бір ән сұраймыз ба? Шапалақ ұрамыз ба? Жаппас интеллект дейді ғой, искусственный интеллект құртып жатыр бәрімізді. Осындай жан дауыста нағыз өзінің авторлық әндеріне не жетсін ағайын. Бір ерекше бір қол соқ қояйық. Алардақты ағайын, Әнуарбек ағаны құттықтау үшін сонау Астанадан келіп тұрмын. Әнуарбек аға енді қазақ елінің спорт саласында атын шығаруға қаншама шәкірттер біледі. Мен қазақпын деп қызмет етті, және шәкірттерін көріп жатырмыз. Біраз жұмыс бабына байланысты келе алмай қалды. Құрметті ағайын, Әнуарбек аға екеуміз таныстырған ән баласы жақсы болса. Құрметті ата-аналар, кім жақсы көрмейді баласының жақсы көргенін? Егер бала жақсы болса, ата-ана ешқашан қартаймайды. Сондықтан да кезекті әнім шаңырақ шайқалмайды, береке басшы болса, ата-ана қартаймайды, баласы жақсы болса деген әнім. Арналар ұрпағынан ата-ана аманаты, сақталар жүрегіңде мәңгілік махаббаты. Шаңырақ шайқалмайды, береке басшы болса, ата-ана қартаймайды, баласы жақсы болса, ата-ана қартаймайды, баласы жақсы болса. Тілеуі ата-ананың жалғасса жақсы аты, саналы перзент сүю өмірдің ғаламаты. Шаңырақ шайқалмайды, береке басшы болса, ата-ана қартаймайды, баласы жақсы болса, ата-ана қартаймайды, баласы жақсы болса. Ол қызың елін сүйген, ұлтына алаң болсын, бабалар ізін жалғап, салтына адал болсын. Шаңырақ шайқалмайды, береке басшы болса, ата-ана қартаймайды, баласы жақсы болса, ата-ана қартаймайды, баласы жақсы болса, ата-ана қартаймайды, баласы жақсы болса. Әнуарбекға ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Мында бір алғыс. Тойдан толықтай. Мында бір алғыс. Рахмет, басымызды иеміз. Бәрекелді. Рахмет, рахмет. Осы залда ең кішкентай шөбереміз отыр ғой, ә? Шөбереңіз. Ең кішкентай, қайда ол? Білем. Сол шөберені алып келіңіздер ортаға. Мынау, осыдан 20 жыл бұрын бір мерейтойда Әнуарбек Сұлтановичке қонақтар бәрі айтып еді. Ақсақал, шөбере сүйіңіз. Есіңізде ғой, шөберен қолына май жалаңыз деп.
Мінеке, Аллаға мында бір шүкір осындай күнге де жеттік. Сіздердің ерекше қошаметтеріңізбен ортаға акеміздің мерекелік торты. Сол торты біздің ең кішкентай шөберенді қасында болған дұрыс. Қалаймыз, шапалақтап қойыңыздар. Юбилейный праздничный торт! Келіңіз ата, келіңіз. Жарықты қосып қойыңыздаршы. Мынау не деген көрініс, не деген шапалақ. Ануарбек Сұлтановичпен шөбересі ең кенже бүгінгі күнге, ең кішкентай шөбересі. Құда қаласа Олимпиада чемпионы болашақта. Будущее предрешено. Ал ақсақал. Шөбереңіздің қолын осы мынау тортқа салып, қолына май жаласаңыз, сол айтылған тілектер орындалсын. Шапалақ. Құтты болсын туған күн, шаттық төккен, бүгін сендігі думаны күн, бесігінен басқаны адамы кеңейіп, биікте. Мынау құрметті ағайын, құрметті тойшыл қауым, мына бүгін 85 жасқа келіп отырған тектен тек адам емес. Бұл текті адам. Бұл кісі мынау Аягөздің астанасы болған Сергиополь деген қалада туған адамат. Сол қалада туып, өсіп өркендеп, Алматыға келіп, оңтүстік Астанада абыз болған азамат. Міне спортқа барлық өмірін арнаған, қаншама әлем чемпиондарын, Азия чемпиондарын дайындаған, жалғыз ғана күрес емес, жаңа айтып жатыр ғой өзінің өмірінде де. Барлық жағынан, даже Үміт апайдың өзін спортқа дайындап 85-ке дейін әкелген мықты бапкер. Әнуар аға, сіз бақытты атасыз, сіз бақытты азаматсыз, сіз аңыз адамсыз, абыз адамсыз. Жалғыз Аягөздің мақтанышы емес, Қазақстанның мақтанышысыз. Сондықтан мен сізге Англияның басшысы болған кезінде Черчилль айтыпты, мен сендерге денсаулықта тілемеймін, мен сендерге бақытта тілемеймін, мен сендерге сәттілік тілеймін деп айтты дейді. Мына Титаник аударылғанда ол кісілердің бәрінің дені сау болған, бәрі бай болған деп айтты дейді. Бірақ сәттілік болған бір 2-3 адам тірі қалды деп. Сізге өмірдің сәттілігін берсін, Үміт апай екеуіңізге. Ал қанша жасайым десеңіз де жасай беріңіз. Баяғыда білесіз бе, сіз осыдан 40 жыл бұрын еңбек сіңірген жаттықтырушы деген атақ алғанда бір-екі ауыз өлеңім шығып еді ғой газетке. Тұла бойда бұла күш асқан бақыт, ұстасқанды жіберушең аспан қатып. Еңбек сіңірген жаттықтырушыда атағыңыз өзіңізді жіберді, аспандатып деп бір шумақ өлеңім бар болатын. Енді соған қосатыным, Әнешаға ұзақ болсын өміріңіз, әрқашан көңілді болып көңіліңіз. 105-тің төрінде бір осы қалыпта әрқашан дәл осындай көрініңіз. Рахмет. Құрметті аса қадірлі Ануарбек аға, сізді мерей тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Енді біз Ануарбек ағамыз екеуміз Аягөз ауданының Сергиополь деген қазір Мамырсу деп аталады.
сол ауылдың тумасымыз. Мен өзімді өзім білгеннен бастап Әнуарбек ағамыз бізге үлгі тартатымыз әрқашанда. Мен енді Әнуарбек ағаның жүрген тұрысы, бұл кісінің тәртібі, адамға деген қайырымдылығы, бала кезімнен өзіме бір үлгі тартатымын. Енді жазғы уақытта мектепте оқитын балалар каникул кезінде шөп бригадасына барам. Онда мен Әнуарбек ағаның папасы Сұлтан ағаның тәрбиесін алдым. Оның мектепте жүргенде Әнуарбек ағаның шәкірті болып, тәрбие, ағаның айтқан ақыл сөзін, тәрбиесін құлаққа тігіп, сөйтіп өскен Әнуарбек ағаның бауыры боламыз. Анаға енді сіз деген бір ерекше азаматсыз. Елімізге, біздің ауыл түгіл бүкіл өңірге, Семей өңірінде, бүкіл Қазақстанға еңбегіңіз сіңген, қаншама шәкіртті тәрбиелеп, қандай азаматтарға үлкен жолға шығарып салып, сол қазір сол шәкірттеріңіздің ортасында үлкен қуанышқа бөленіп отырсыз. Енді оның түгелі оңай келген жоқ. Сіздің ерекше халқыңызды сүйген, жастарға болашаққа жол көрсетем деген өзіңіздің ерекше ниетіңіз сон түгелі ақталды. Айналайын ардақты ағамыз. Сіз енді тәрбие жағында болсаңыз, жастарды тәрбиелесеңіз, Үміт Мұқан апайымыз денсаулық саласында екеулеріңізде ерең еңбектеріңізбен халықтарыңызға нағыз беріліп еңбек еткен ардақты азаматшаларсыздар. Сіздерге енді тілейтінім, ең алдымен сіздерге зор денсаулық тілеймін. Құдайға шүкір, мінекей көріп отырмыз, мінекей балалар өсіп жетіп, бірін-бір тауып, немере сүйдіңіз, шөбере сүйіп отырсыз. Тәуба Сұлтановтардың әулетінің ішіндегі бүгінгі үлкен қуанышқа шын жүректен бөлісуге келген азаматтардың бет әлпеттерінен, айтып жатқан тілектерінен көрініп тұр. Сондықтан да сіздерге, Үміт апайларыңызге зор денсаулық тілейміз. 85-тен секіріп, 90-ға тоқтамай, 100-100-ден ары қарай тағы да тілек айтуға жазсын Алла тағала. Сізді біз бәріміз ерекше сүйеміз, сыйлаймыз, құрметтейміз, сізді үлгі тартамыз. Сондықтан да сіздей ағамыз бар деп, біз әрқашанда кеудеміз қуанышқа толы, ерекше сондай көңілде жүретін адамдармыз. Жастарыңыз ұзақ, тойдан тойға жете берсін. Сұлтановтардың әулетінде тек қана қуаныш, той, жақсылық болуына тілектеспін. Приглашаю всех станцевать. Сапар шексем алысқа, сен жанымнан қалмайсың. Қиындыққа қалыспай, қиялымды жалғайсың. Мол бақыттың жайында сырласумен айталдық, қарағымен қайындай қатар тұрып жайқалды. Сәулем, 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 кір шалмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басындағы бағымсың, домбырамның үні сен, жүрегімнің жыры сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен. Барлықтарыңызға өтініш. Бәріміз орындарымыздан тұрып, алақандарымызды аямай, қошеметтерімізді ұрып, сіз болып, біз болып орындарымыздан тұрайық. Давайте стоя поприветствуем виновника торжества. Ортаға сіздердің ерекше қошеметтеріңізбен. Аңыз адам, Асқар Таудай әкеміз, атамыз Сұлтанов Әнуарбек Сұлтанұлы және Үміт Мұқан қызы. Қошеметтеріңізбен чествуем юбилера. Естілмейді. Менің әкем, менің әкем,
Құрметті туысқандарым, бауырларым, шәкірттерім, 85 жаста деген рас. Бір жағынан жеңіл болса, бір жағынан ауыр. Кішкентай кезімде 5 класстағы шәкірттерімді бүгін көріп отырмын. 70-ге келді, 77-ге келді. Ең бірінші шәкіртімнің жасы 80 жаста. Ол келе алмады. Басқа жақта жүр. Ол да атақты балуан, рукопашный бойдың оның балалары да әлемдің чемпиондары. Мәселе, бүгін мен тойда өте көп, бір айдай маған қызықта болды, ауруда болды. Күнде сөйлесіп отырдық, күнде звондап отырдық. Тойға келе ме, келмей ме? Тойға келу де қиын. Біреудің жағдайы келмейді, біреу ауырып қалады, біреу алыста тұрады. Бірақ менің міндетім болды бардығына пригласительный билет жіберуге. Содан қарап, ойланып, толғанып, бүгін тойға келгенде бәріңізді көріп, бір жасарып қалдым. Берген баталарыңыздың бәрі әмен болсын. Бірақ көзім жетті. Шәкірттерімді көргенде, туысқандарымды күнде көріп жүрмін ғой. Шәкірттерімді көріп, олардың өскенін, еңбегін жемісін көріп, мен бір рақатқа баттым. Ал енді осында жиналғандардың барлығы жақсы адамдар. Жақсы адамдарға келеді. Мынау адамды менің тәрбиелеген, өзімді тәрбиелеген мен шәкірттерім деп есептеймін. Менің ұстазым шәкірттерім. Шәкірттерім айтам, мен сені тәрбиелеймін, сен мені тәрбиелейсің деп. Міне қазір мені тіпті күшті тәрбиеледі. Өздеріңіз ойлап көріңіз. Анау Прагадан, анау Америкадан, ана Канададан жолдастар келіп отыр, оқ шәкірті келіп отыр. Ол не деген? Ол беделіңнің барлығы сыйлағандық, сенің еңбегіңді сыйлағандық. Қадыр Мырзали Әли деген ақынымыз мынандай сөз айтыпты. Егер де еңбегін бағаламаса, ол обал. Егер ерлігін бағаламаса, ол қиянат деген екен. Сіздерге, шәкірттеріме, еңбегімді бағалап, мына туысқандардың арасында, қонақтардың арасында менің беделімді көтергендеріңге мың алғыс. Әр адам сіздердің сөздеріңізге қарап, жүрістеріңізге қарап өзін өзі тәрбиелейді, қуанады. Мынандай беделге жету өте қиын болды. Мына айкөздіктердің бәрі біледі. Қазір заманда, осы заманда жақсы еңбек жасаған адамдарды жақсы көрді ме? Қысты мені көп мектептен бастап, армияда жұмыста да қысып, менің істеген жұмысымды көре алмай, маған қиянатты жасады. Осындағы бәрестерді білет, біз күрес үйрететін жер таба алмай жүрдік. Бірақ ковердің төртеуін жерге күрестік, құмға күрестік. Соның әсерінде міне атақты палуандар шықты, атақты мамандар шықты. Менің еңбегімді ақтап, мені құрметтегендеріңе тағы мың алғыс айтып, басым дейім араларыңа. Кішкентай ғана балалар еді. Соның барлығын ойластырып шығарудың әдісін іздедім, таптым. Міне қазір осында отыр Рахим Шакеев деген бар ма қазір? Әне, Қарағандының тренері, спорт интернатының тренері. Анау Аягөзге келіп отбор жасадық.
келіп бірінші поток кетті, екінші поток, үшінші поток кетті. Соның ішінде міне атақты спорт шеберлері, халықаралық дәрежелі шеберлері қазір Қазақстан еңбекке сіңірген бапкер жұмыс істеп жүр. Оның барлығы абырой. Жаңа бір жігіт келіп кетті. Аға, сіздің атыңыз, сіз шақырған жоқсыз мені. Сіздің атыңызды естігеннен кейін Аягөздің батырларын тәрбиелеген үшін мен сізге артистер әкелдім. Жаңа айтқан Сайлаубек бәрін сол бала алып кепті. Сізді құрметтеймін дейді. Сіздің любой тойыңызда бүкіл Қазақстанның артистерін алып келем деді. Ол не деген сөз? Ол менің еңбегімді ақтаған, мені құрметтеген. Сондықтан бүгін мен өте қуаныштымын. Енді осы 2-3 жылдың ішінде маған өте жақсы адамдар кездесті. Ең бірінші менің шәкіртім Қарақолда сабақ берген 5-ші класстан. Атақты журналист болған, мені іздеп келіп, үйге Берікхан Тайжігітов деген жігіт бар ма? Екінші, баласы жақсы болса, анасы қартаймайды деген атақты композитормен таныстым. Түнгі сағат 11-де маған өзі звондайды. Аға, сізді мен сырттан білуші едім деп танысып. Сол кісі мен анау Астанадан қазір мен ұшып келіп отыр. Және өлең айтып кетті. Бұл кісі атақты композитор. Қазір әннің барлығы балаларды, жас балаларды тәрбиелеу, әке-шешені, баласының әке-шешесін құрметтеу, отандық патриоттық сезім әнімен қазір халықты тәрбиелеп, үлкен халықтың құрметіне бөленуде. Одан менің жан бауырларым және көрдіңіздер, Аягөздің қаймақтары, Аягөздің тастай сұлу, жігерлі жігіттері. Жұмаш бауырым қазір үлкен клиниканы басқарып отыр. Едіге бауырым, Едіге Шоранып. Оның ұлы, менің балам, бүкіл мына академияның ректоры қазір. Алматы Медицина институтының. Сондықтан сола сіздердің бәрі көргенім үшін мен ризамын. Атақты Әділ Ахметовтың әкесі мен шешесі отыр менің тойымда. Қазақстанға еңбек сіңірген дәрігер. Ұлымның жолдастары бәрі жиналып отыр. Менің өзімнің немере шөберелерім, туысқандарым, апаларым, қарындастарым отыр. Олардың барлығы осыны естіп көргенге мен ойлайым бір қорытынды жасайтын шығар деген сияқты. Сіздерге көп рахмет. Келгендеріңізге ризашылығымды білдірем. Менің жасымды берсін, жолымды берсін деп сіздерге өзім тілегімді білдіремін. Енді жанымдағы жарым Үміт Мұқанова деген бұл бізде аңыз. Махаббатымыз 4-ші класстан бірге келе жатыр. Әлі бір ендік жыл аман болсақ 59 жыл болады бірге тұрған. 60 жыл ма? Жас кезден бірге оқығанбыз. Сол кісінің қолдауымен мен осына нәтижеге жетіп отырмын. Сіздерге көп рахмет. Енді бір тәрбиелік қасиеті бар. Жаңа маған шапан кеп кигізген Қуаныш Рымқұлов. Бергеш әкем. Бұл да тәрбиелік маңызы бар. Бұның әкесі екеміз институтта бірге түскенбіз. Қазақстанда штангыны көтеруден бірінші спорт шебері. Оның 7 ұлы бар. 7-еуі де Азия чемпионы, халықаралық дәрежелі спорт шебері штангыден. Жолдасым ауырып қалды да міне ұлы келіп маған шапан киіп жатыр. Бұны көп кішкентай мынандай кезінде бізде тәрбиелегенбіз, өскен.
бұл маған бақыт деп есептеймін. Алтыным келіп, менің жаным тойыма қатысқанына мың рахмет. Олимпиаданы қатысқан, Атланта Олимпиадасына қатысқан. Қол соғайық. Азияның чемпионы, халықаралық дәрежелі спорт шебері. Енді осындайлар өте көп. Менің міне, барлықтарыңыз білмейсіздер, немерем, Асқардың қызы, менің немерем Малика. Келе ғой. Бағана фильмде көрдіңіздер ғой енді, титрда айтылған еді. Халықаралық дәрежелі гимнастикадан спорт шебері. Художественный гимнастикадан мастер спорта. Қазақстанның 5 дүркін чемпионы. Пятикратный чемпион Республики Казахстан. Жалғасымды, қанымды, өзім жолымды қазір ұстаз болып, тренер болып жұмыс істеледі. Міне, айтады ғой, комсомолка, красавица, спортсменка деген міне осы міне. Рахмет әкем. Диас деген шөберем қазір жүзістемен шұғылданып болдық. Қаланың бір жігіттерін ұтып жүр, кішкене 7 жасар. Ол бар ма? Диас кетіп қалды ма? Мені осында жетістіктеріміз бар. Ұлым мен мақтанам, Асқар Сұлтанов. Тренер отыр, Рахим Шакиев. Кандидат, юридических наук, доцент, полковник. Сондықтан жаңағы айтқан сөздеріңізге бәріңізге бақыттымын. Сол бақытым арғара жалғаса берсін, бәрі аманшылықта болсын. Үміт Мұхановнаға бір ерекше бір қол соғып қояйық кішкене анамызға. Құрметті жерлестер, ағайын туыс, құда жекжат, әріптестер, бауыр сіңлі қарындастар. Бүгін мұна Әнекеңнің 85 жылдық торқалы тойының қуанышын бөлісуге жан жақтан еліміздің төрт бұрышынан шетелден, жақын алыс шетелден келіп жатқан уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға көп алғысымды айтамын. Тойдың жақсы өтуіне жақсы үлес қосқандарың үшін алғысымды айтамын. Енді Әнекеңнің атына көптеген алғыстар айтып жатырсыздар. Келген қонақтардың барлығына жақсы мінездемені беріп кетті. Мен де соны айтып кеткім келеді. Анау Ержан, анау неден Прагадан келіп, өзінің уақытын бөліп келіп отыр. Анау кіммен, Марина мен Гиза Канададан келіп отыр. Мына Астанадан келген жолдастарымыз. Нұрлан Астанадан келіп отыр. Ауру болса да, аурулығына қарамай уақытын бөліп осында келіп отыр. Кент Әметов Нұрлан, е. Енді Семейдің, Айкөздің спорт сүйер азаматтарына, спортшыларына үлкен алғысымды айтқым келеді. Әр уақытта қандай мейрам болсын, Әнекеңді құттықтап, Әнекеңдің жақсылықтарын айтып, настроениесін көтеріп, көп көмектеріңізді көрсетіп отырасыздар. О жердегі енді Айкөзден ерекше айтып кететін Еркін бауырым, бірнеше жыл анау спорт мектебін басқарып, соны үлкен жетістіктерге жеткізген, саған көп рахмет Еркін. Анау Нұржан баламыз қазір осы Әнекеңнің бастаған жұмысын алға қарай жалғастырып, Әнекеңе со жақтағы жақсылықтардың барлығын жеткізіп отырады. Енді көп жолдастары келе алмай қалды, әрбір себептермен ол әне түсінікті. Еліміздің төрт бұрышынан, оңтүстік, солтүстіктен, арқадан келіп, осындай қуанышымызды бөліскендеріңізге көп рахметімді айтқым келеді. Анау неде Айкөзде бәленбай жыл көрші болып тұрған Едіге мен Жібек келіп отыр міне. Анау Болат Каленович, менің әріптестеріме көп алғысымды айтқым келеді. Біздің қуанышымызды бөлісіп, біздің енді бір жағынан менің де осы еңбегімді бағалап келгендеріңізге көп рахмет айтқым келеді. Барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын. Сіздердің де еңбектеріңіз елеулі болып, алдарыңыздан осындай жақсылық шыға берсін. Аллаға жасаған, Алланың көмегімен жасаған, елге жасаған жақсылықтарыңыз, бала тәрбиелеудегі жақсылықтарыңыз алдарыңыздан еселеп қайтып өздеріңізге жақсылық әкеле берсін.
Шаңырақтарыңыз еш уақытта шайқалмасын, керегелеріңіз кеңейе берсін, босағаларыңыз берік болсын, жолдарыңыз ақ болсын әр уақытта. Еліміздің көк байрағы көгімізде желбіреп, әр уақытта жақсылықпенен жолығуға Алла нәсіп етсін. Біздің байлығымыз Қазақстанның жетеді. Жер асты, жер үсті байлығымыз өзіміздің ұрпағымызға, біздің немере шөберелерімізге тиісті болсын. Ешқандай жау біздің жеңіп ала алмайды. Біз бірлікте болсақ, сыйластықта болсақ. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бүгінгі тойдың жақсы өтуіне, жақсы көмек көрсетіп, қол ұшын бергендеріңізге көп-көп алғысымды айтамын. Ерекше алғысымды мына Марат балам айтқым келеді, тамада болған. Марат, саған көп-көп рахмет. Рахмет, апа. Осымен, біздің әнекеңнің юбилейлерінің көбін өткізіп, осындай жетістіктерге жеткізіп жатырсың бізді. Барлықтарыңызға ақ жол тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын, тұғырыңыздан түспеңіздер. Алған межелеріңіз жоғары болып, сол биіктерге жете беріңіздер. Осындай жетістік сіздердің барлығыңызға жұғысты болсын. Балаларымыздың арқасында осындай міне, біз бақытты жандармыз, барлықтарыңыз бақытты жандарсыздар. Қазір Қазақстанымыз біздің жақсы, еңбек еткен адам өзінің еңбегінің жемісін жей алады. Біз мысалы жастайымыздан еңбек етіп, өзіміздің еңбегімізбен осындай дәрежеге жеттік деп ойлаймын. Әнекеңе бір ауыз сөз ауыл үйдегі жағдайын айтып кеткім келеді. Екеуміз бірге 60 жыл ғұмыр кешеміз, келесі жылы Алла бұйырса. Мен енді жұмыс бабыменен үйге көп көңіл бөле алмай, балалардың тәрбиесіне де онша не болмайды. Туғанда, томында жүрген ауылдық жердің дәрігері қандай екенін өздеріңіз білесіздер. Әнекең әр уақытта менің көмекшім болды. Еш уақытта қызғаныш дегенді, маған сен оны сөйтпейсің, бүйтпейсің деген жоқ. Өзім қандай оқуға барғым келді, қандай жұмыс істегім келді, қандай планым болды, барлығын менің соны ары қарай іске асыруыма қол ұшын беріп отырды. Қазір енді өзім мүгедек болып қалғаннан кейін, көзім көрмегеннен кейін, барлық ауыртпашылық осы кісінің мойнында. Мен енді не ішем, не жейм демеймін, не істеймін демеймін, бәрі осы кісі барлығын жасап береді, барлығын енді. Бір-бірімізге сондай үйреніскен аға қарындас сияқтымыз. Сондықтан бұл кісіге көп үлкен алғысымды айтам, еңбегің жемісті болсын әнеке. Алланың берген жасын жасап, әлі де осындай бақытты ғұмыр кеше бер. Балаларыма көп алғысымды айтқым келеді. Балаларымыз бізден көрген тәрбиесін бізге көрсетіп жатыр. Мені Меккеге жіберді, жиналып. Асқарым путевка алып берсе, Гүлсім қолымнан жетектеп ана Мекке Мединені аралатты. Әсем бүкіл бәрін алматын аралатып, киім кешегімді Меккеге киетін бәрін етіп берді. Осындай қол ұшын беріп, бәр уақытта көмегін көрсетіп отырады. Бізге не керек, қандай жерге барамыз, қандай дәрігерге барамыз десек, борлық нелерімізді айтқанымыздың барлығын істеп отырады. Сіздерге де осындай бала берсін Алла. Немере шөберелеріңіз көбейе берсін, әнекеңнің жолын берсін. Бір наурыздан екінші наурызға, бір юбилейден екінші юбилейге аман-есен жете берейік. Мынау спорттығы жеңіске жетіп жатқан азаматтарға әлі де алатын биіктеріңіз жоғары болсын. Олимпиада чемпионын, Азия чемпиондарын дайындай беріңіздер. Әр уақытта осындай жақсы тойда, жақсылықта кездесуге Алла нәсіп етсін. Жолдарыңыз ашық болып, үйлеріңізге аман-есен жетіңіздер. Құрметті қонақтар, Кенттау Назарбек композитордың жанында тұрудың өзі бір бақыт. Мен бұл кісінің әнін әрбір тойда айтамын, насихаттаймын. Бұл кісіні өте жақсы көреміз, сыйлаймын. Соны екеміз бірігіп Кенттау Назарбектің өлеңін ән мен жыры мегіз екенді айтып береміз. Кенттау Назарбектің өлеңдерін мен де өте жақсы көрем. Әсіресе ақырғы кеше жаңадан естідім, сүйікті менің Семейім деген өлеңім менің жүрегімді сондай тербеді. Семейде 6 жыл оқығаным, сол Семейдің бірінші көзімді ашқан білімнің бұлағын сіңірген Семейді сондай мақтаған өлеңнің музыкасын жазыпсың әрине. Саған көп-көп рахмет. Өте қуанышпен соны тыңдадым. Барлық семейліктерге жібергем сол өлеңді. Әнім жыры мегіз екен, Кенттау Назарбек, орындайтын Сұлтанов Әнуарбек.
Anam мәңгі дастан екен, әкем биік аспан екен. Қарызымды өтей алсам, арманым жоқ басқа бөтен. Өмір терең теңіз екен, адалдықты негіз етем. Ізгілікті жалғайтұғын, ән мен жырым егіз екен. Ізгілікті жалғайтұғын, ән мен жырмен егіз екен. Асыл жарым тұмарымдай, адал досым сынарымдай, қараңғыда жол көрсетер, жанып тұрған шырағымдай. Өмір терең теңіз екен, адалдықты негіз етем. Ізгілікті жалғайтұғын, ән мен жырым егіз екен. Ұлым қызым ізім екен, немере тәтті бұзық екен. Білген жанға өмір мәні, ұрпағымен қызық екен. Өмір терең теңіз екен, адалдықты негіз етем. Ізгілікті жалғайтұғын, әнім жырмен егіз екен. Ізгілікті жалғайтұғын, әнім жырмен егіз екен. Кенттау Назарбек. Орындайтын Анарбек Сұлтанов. Үйде! Ағайын, ағайын, той басталды келіңіз. Ықылас қып, ниет қып, көппен бірге еніңіз. Қазақ атты елімнің құдыретін тануға, ұрпағының жасаған ұлы тойын көріңіз. Мән-мазмұны халқымның көрінеді ғұрпынан, жақсы тәлім күтеді еліменен жұртынан. Бабалардың дәстүрін бар жанымен білуге, жастығымның қызулы жалынымен ұмтылам. Еркіндікті сүйетін ерімінезін танытқан, жастарымның жігерін жыр қайратқа жанытқан. Ата жұрттың салтымен жүректерге жолдауы, шешендік пен мәрттікті ұрпағына дарытқан. Анарбек Сұлтанович, осы залда отырған жастарға, шәкірттеріңізге, немере шөберелеріңізге, күйеу бала келіндеріңізге өзіңіз батаңызды беріңіз. Бата бергеннен кейін ары қарай билейміз. Ал мұсылман әлеумет иләхи амин деп әкеміздің батасын алайық. Бисмиллахи-рахмани-рахим. О, Тәңірім құдірет, мал бастарың аманет, жастарыңды ұзақ ет, жолдарыңды ашық ет, жамандықтан, зұлымдықтан аманет. Бүкіл әлемдегі барлық жақсылықты келген қонақтарыма нәсіп ет. Жолдарыңыз ашық болсын, еліміз тынышты, халқымыздың бірлігі аса берсін. Өмірлеріңіз ұзақ болып, дастархандарыңыз мол болсын, бастарыңыз аман болсын. Бала-шағалардың қызын көруге Алла нәсіп етсін. Амин. Ақ мол болсын. Әрқашанда тойларда, жақсылықтарда басымызды қоса берейік. Той тойға ұласын.